Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналымды қолдап, төмендегі подписация бөліміне өтіп тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін бізде жаңа әңгіме. Гүлзира Алатаудың сұсты да айшықты шыңдарына жанарын бағыттап, көз алдындағы табиғат суреттерін қызықтап балконда бірсыпыра уақыт тұрып қалды. Неткен ғажап көрініс. Біршама алыста тұрса да осынау ғажап дүниеге сүйсіне қарап, одан рухани ләззат алып, біраз уақыттан бері көңіліне жұққан кірбіңді ұмытқандай еді. Жүрекке түскен салмақты жеңілдеткен осынау әсем суретті тамашалап тұруға ол қанша уақыт болса да әзір болатын. Алайда мұндай сезім құшағында үнемі тұра беруге уақыт қайда? Адам болған соң оның өзіне тән қарым-қарекеті шаруалары бар. Солардың айналасынан табиғаттың әсем көріністерінен көз тайдыруға тура келеді. Олай етпесе, тау мен оның етегін жайлаған көл-көсір орманның қызығы да таусылып қалар ма еді? Кім білсін. Қанша дегенмен көлденең жағынан киліккен қиялға төтеп бере алмады. Бір түрлі жабырқап, манадан бергі көз ұшындағы әсем көріністен алған жағымды әсерді бір түткен ой, дауыл тербеген теңіздей бұлқан-талқан шайқап жіберді. Осыдан біршама уақыт бұрын ол жарық дүниеге сәби әкелген. Тағдырдың маңдайына жазғаны солай болды мекен. Сол өмір баспалдағын іңгәлап атқан жас иісті әлдилеп, оған ана болу бақты студент қыз Гүлзираға бұйырмапты. Ендігі сәтте нәрестенің шырылдаған даусы құлағына келді. Сәлден соң бұл дыбыс көкірегін қарс айырып санасына ши жүгірткендігі болды. Іңгәлап, сәбидің аянышты үні Гүлзираның көпке дейін мазасын алып, дегбір тапқызған жоқ. Емшек іздегендей кішкентай қолдарын қимылдатып аузын ашып, ана төсіне ұмтыла түсетін сияқты. Сұмдық-ай, бетім-ай, қалай ғана қиып тастап кеттім-ау. Мен ауыр қылмыс жасадым. Кешіре гөр жаратқан ием. Кімге оны тастадым екен? Неге бұлай болды? Қалай ғана осындайға барып қалдым? Көке, бәріне де сіз кінәлсіз. Сіз едіңіз ғой мені осындайға мәжбүрлеген. Неге өзегімді жарып шыққан баламды тастанды еттіңіз? Неге осындай қадамға бардыңыз? Өз ұрпағыңыздың баласы сізге жат көрінді ме? Сіздің лауазымыңыз, абырой беделіңіз бәлкім бала тағдырынан да жоғары боп көрінген шығар. Сірә, дүниеге келген әрбір сәби ең алдымен анасына қымбат екенін мен де кеш түсініп отырмын. Мен сіздің ұлдарыңыздың ішіндегі ең кенже де, ең ерке перзенттеріңіз едім ғой. Сонда менің балам сізге жат болғаны ма? Өлген адам ғана қателеспейді дейді ғой. Иә, қателестім, от бастым. Сенген жігітім алдап кетті. Бірақ сәбидің не кінәсі бар еді? Тірі адамды атақ пен абыройға айырбастауға бола ма? Ойлашы көке, лауазым уақытша, отырған тақ қолдың кірі, бүгін бар, ертең жоқ деп отырушы еді ғой әжем. Мейлі әкесі алдап кетсе, жөнімен кете берсін, анасы мен бармын ғой, аузыма тістеп арқама көтерсем де, өзім-ақ жеткізіп азамат етіп шығара едім ғой. Сондағы тіліңізді алғаным осы ма? Не істейін енді? Нен екі көзі қарағаттай, ақ-сары жүзді сүп-сүйкімді еді-ау, қайран ұлым менің. Ендігі ары оралмастай боп келмеске кеткенің бе? Омырауымды бүлк-бүлк етіп еміп жатқанда қандай ғажап күй кештім десеңші. Алатаудың басын тұмшалаған бұздақтар күн қанша мейірімін төксе де солай ерімес болар. Енді қазір мен кіммін? Анамын ба? Әлде, о жаратқан ие, кешіре гөр мені. Жанарынан тарам-тарам жас парлаған Гүлзира бойын кернеген қайғы мен шерді өксумен сыртқа шығарып, төсегіне етпеттей құлай кетті. Жастығын көз жасымен бұлап ұзақ жатты. Осылай қанша уақыт жатқанын кім білсін. Егер радиодан бір жағымды күй тартылып, жастықтан басын көтеріп алмағанда, өзіне бұрыннан таныс кей сәттерде үлкен ағасы домбырада құйқылжытып, орындаған сәттерде өзі де оны елтіп тыңдап аңсары сол күйге еріксіз ауып қалатын еді. Бұл да сол өзіне етене таныс Бозінгеннің бүлкілі болып шықты.
Қыз інгеннің бүлкіліндей желіп қос жанарынан жас парлай ағып, сансыз мақұлық болса да ботасын жоқтап оның қайғы мен шерге орнаған бейнесін көз алдына елестетті. Қыз көңілі тағы да босады. Жоқ, мен көзімнің жасын көл қып өмір сүре алмаймын. Алдымнан қандай кедергі кездессе де сәбиімді тауып алуға міндеттімін. Өйткені мен оны дүниеге әкелген анасымын. Нәрестені тірі жетім еткім келмейді. Әкем мені ол үшін көрмей кетпес. Баламның көз жасы мені жібермейді. Тастанды болуға оның ешқандай құқығы жоқ. Әкесі алдап кетсе де анасы мен бармын. Құдайға шүкір, дұшпан көз не десе о десін, онда менің шаруам жоқ. Маған бала, перзент керек. Ұлымның тағдыры көкемнің абырой беделінен кем болып па? Тәуекел, бәрін де көріп алдым. Гүлзира өзінің бір беткей мінезіне салып тастанды етуге мәжбүр болған баласын тауып алуға шынымен тәуекел еткен. Орнынан тұрып айна алдына келді. Бет-жүзін жас жуып тұр екен. Моншаға кіріп, айыздалған дидарын сумен шайды. Нәресте дүние есігін ашқаннан бері 1,5 айдың жүзі болыпты. Сол көріністер Гүлзираның әлгі күнге дейін көз алдында. Ақ қалатты дәрігерлер мен мейірбикелер, палатада өзімен қатарлас жатқан келіншектер, көше жаққа қараған терезелер, осылардың бәрі өтіп кеткен уақытты Гүлзираның есіне қайыра салды. Басқасы басқа ғой, бірақ шырылдаған нәрестенің даусы құлағынан алыстап кетер емес. Әсіресе баласымен қоштасардағы ең соңғы сәттер оған дүниедегі ең бір азапты мерзім болып, оның көз алдында мәңгіге ұялап қалған секілді. Қазірде осының бәрін көз алдынан өткізіп алған қыз болса болар, болмаса қояр деген ниетпен тәуекелге бел буып, нәрестесін іздеп көшеге шықты. Осының алдында да перзентханаға баруға әлденеше рет талпынған еді. Бірақ әкесінің бейнесінен тай салып кері шегінген. Қазіргі сәтте екі басты айдаһар улы тілін сумаңдата Гүлзираның тайнатын түрі жоқ. Соңғы кезде неше түрлі түс көріп мазасын алып жүргені де оны әр алуан ойға жетеледі. Аңсары ма, әлде ақ құба ма, әйтеуір түсіне кірген сәби жүзін тап басып анықтай алмады. Тірі жеңдіктің қамытын мойнына ілген сәби, қайдасың анашым, мені кімге қиып тастап кеттің? Өзіңнен үзіліп түскен жұдырықтай өмір иесін тастанды еткенде қандай мақсат көздедің деп, балғын жұдырықтарын түйіп, мөлдіреген қап-қара көздерін Гүлзирадан тайдырар емес. Қыз нәрестемді біреу алып кетпей тұрғанда тез барып алып қайтайын деген аңқау ойға санасын жеңгізіп, тезірек қимылдап көшеге шықты да, көлік ұстап өзінің алғаш рет аналық сезімін оятқан перзентханаға жүріп кетті. Сол бір сұрғылт үйді көрген соң қыз жанарына жас үйірілді. Шіркін-ай, одан бері қаншама уақыт өтіп кетіпті ғой. Қалай ғана кеш қалдым екен. Сол кезде-ақ ештеңеге құлақ аспасам, осындай күйге түспес едім ғой. Қайдам, жүрегім қуанбайды. Қайдасың сен, құлыным-ау? Жүзіңді бір көріп бетіңнен мейірлене өпсеп арманым болмас еді. Мауқымды, сағынышымды бір басар едім-ау. Гүлзира кезінде осында бірнеше күн жатып, өмірге сәби әкелген екінші қабатта орналасқан палатаның терезесіне көз жіберді. Содан соң жақындап келіп тың тыңдады. Іңгәлаған дауыстар терезенің арғы жағынан еміс-еміс естіледі. Неткен бақытты жандар. Менің де құлыным сол кезде осылай іңгәлап анасының төсін іздеуші еді-ау. Мен қазір кіммін? Сол іңгәлаған дауыстың иесі қазіргі сәтте қайда жатыр екен? Гүлзираның бет әлпеті өзгеріп, жүрегі лүпілдеп кетті. Тағы да өзіне таныс терезеге қарап, бірсыпыра уақыт тұрып қалды. Көрші палатаның терезесінен бір әйелдің жүзі көрінді. Гүлзира жалт қарады. Сізге кім керек? Шақырайын ба? Рахмет, сізге жай тұр едім, деді қыз. Жүрегі өртеніп тұрса да сыр білдірмей. Әлгі келіншектің жүзінен қуаныштың лебі есіп тұр еді. Ол да бір жас өмірді дүниеге әкелген бақытты ана. Гүлзираның денесін қызғаныштың оты ызғары қарып өтті. Шіркін, аналардың бәрі осындай бақытты болса ғой. Жай адам бұл жерде осылай терміліп тұра ма? Дегендей әлгі келіншек те ерініп сылп еткізіп терезені жауып алды. Қызарулар қабылдайтын бөлмеге тым селқос кірді. Жүрегі өркіп,
бір жағымсыз хабар еститін сияқты. Стол басында ақ халат киген қара торы қыз бірдеңелерді жазып отыр екен. Сәл күте тұрыңызшы, деді қыз бұған қарап. Гүлзира есікті сыртынан жаба қойды. Содан соң дәрігердің аты жөнін есіне түсіре алмай біраз тұрды. Кім еді-ау, Құдай-ау, ақыры жадына оралды. Светлана Николаевна. Иә, дәл өзі. Сары шашты ашаңдау келген әйел. Сәлден кейін жаңағы қыз сыртқа шықты. Сізге кім керек еді? Маған Светлана Николаевна керек. Қыз оның не қажеті болды екен дегендей жанарын төңкеріп Гүлзираға қарап алды да, қазір күте тұрыңыз деп жоғарыға қарай бет алды. Бір уақытта өзіне таныс дәрігер төмен қарай түсіп келе жатты. Светлана Николаевна, мені кім шақырып еді дегендей айналасын жанарымен сүзіп өтті. Сәлеметсіз бе, Светлана Николаевна, деп Гүлзира дәрігерге имене сәлем берді. Сәлеметсіз бе, сіз бе мені күтіп тұрған, деп Светлана Николаевна бұл кім болды дегендей қыздың өз өңін бойына көзін жүгіртіп шықты. Иә, мен едім. Дәрігер әйел Гүлзираның әлі де танымай тұрған сияқты. Өйткені күнде мұндай қаншама адамдар келіп, қаншамасы кетіп жатады. Бәрін есте сақтау мүмкін емес қой. Мұны Гүлзира да түсінді. Қыз сол бір өтіп кеткен кездердің оқиғасын дәрігердің есіне салған соң ғана ол енді түсіндім дегендей басын изеді. Гүлзира басынан кешіріп жүрген небір ыңғайсыз жағдайлардың бәрін дәрігерге түсіндіріп, содан соң мұнда келген шаруасында айтып өтті. Дәрігер қыз жанын түсінді. Ол Гүлзираның мұңлы тағдыры туралы айтқанын ден қоя тыңдап, оның жас жуған жүзіне бір түрлі аянышпен қарады. Бұл дүниеде ананың сырын ана ғана түсінетін шығар. Екі әйел заты осылай бір-бірін толық ұғысқан соң Светлана Николаевнаның сарғыш жүзі күреңгіп кетті. Өзінің қолынан қазіргі кезде ештеңе келмейтінін айтып басын шайқады. Қайтадан нәрестемді алам дегенге қуанып тұрсам да, өкінішке орай менің қолымнан қазір ештеңе келмейтінін айтқым келеді. Біздің перзентханада тастаған баланы көп ұстамай бірден сәбилер үйіне тапсырады. Оның өзінде жақсы түсінуің керек. Сол кезде кешікпей-ақ беріп жіберген біз, деп Светлана Николаевна аянышты жүзбен Гүлзираға қарады. Қыздың құлағы елең ете қалды. Қайда? Қай бөбектер үйіне бердіңіздер? Мен мекен жайын берейін саған. Бәлкім бақытың жанып тұрған нәрестені тауып аларсың. Менің қолымнан келетіні осы ғана, қызым. Сүт пісіріп, уақыт өткен соң дәрігер әйел Гүлзираның нәрестесі тапсырылған бөбектер үйінің мекен жайы жазылған қағазды қыз қолына ұстатты. Ары қарай Гүлзира не істейтінін білгілеріңіз келсе, төмендегі подписация бөліміне өтіп тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі бөлімде кездескенше.